Қайырлы күн достар, міне осындай қайнатылған құрт жасауды көрсетемін, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге творог қажет. Творогты яғни дайындап аласыздар, суын шығарып, осылай творог дайындап алу керек. Содан кейін май қосамыз, сливочный май қосамыз, сүт аздап. Барлығын осылай медленный огоньда, жай отта дайындаймыз. Аздап секер қосамыз. Барлығын осылай былғап тұрамыз. Былғап тұру керек. То асты жанып кетеді. Осылай былғап тұрамыз. Медленный огоньда, жай отта пісіреміз. Осылай былғап тұрасыздар, өзімен өзі қоюланады. Міне, мынау дайын түрі, міне. Осындай болып шықты. Менімен бірге дайындаңыздар.